Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын, дәмі ауызда еритін өте дәмді творогты пирогтың рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға бір шай қасық қопсытқыш салып, оның үстінен бөлме температурасындағы сары майды осылай пышақпен майдалап турап немесе үккіштен өткізіп жіберсеңіздер де болады. Қолдың көмегімен жаңағыдай жақсылап екеуін бір-біріне араластырып үгітеміз. Жақсылап үгітіп болғаннан кейін оның үстінен қантпен бір жұмыртқамызды салып, осылай қолмен кішкене илей отыра жұмсақ қамыр етіп илейміз. Міне қамырымыз осылай жұмсақ болып шығады. Мен осындай форманы пайдаландым. Сіздер диаметрі 24 см форманы пайдалансаңыздар да өте әдемі болып шығады. Ешқандай майламай осылай қолдың көмегімен жайлап жайып шықтым. Салмасын дайындап аламыз. Егер сіздерде қолдың блендері болса, соны пайдалансаңыздар жақсы. Менде осындай блендер болғандықтан мен соны пайдаландым. Творогтың үстінен қаймақ саламыз, оның үстінен қантымызды салып, оның үстінен 2 жұмыртқамызды, 1 қасық крахмалымызды салып, жақсылап блендермен өткіземіз. Бетіне осылайша замороженный черный смородинаға 1 қасық крахмал қосып, себебі езіліп кетпес үшін жақсылап араластырып аламыз алдын ала. Және де қамырымыздың үстіне начинкамызды салып, черный смородинаны өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндеп салып шықсаңыздар болады. Бұл міндетті емес, әрине өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша салмасаңыздар да болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минут шамасында пісіріп аламыз. Піскеннен кейін бөлме температурасында кішкене суытып, холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. Содан кейін ғана барып кесіңіздер, сонда өте нәзік, өте дәмі күшті болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.